Сіздерге көрсететін рецептіміз шурпа по-өзбекски деп айтылады. Өзбекше. Бізге ол үшін қойдың еті керек. Қойдың етін өзіңіздің қалауыңызға қарай қанша жасайым десеңіз, соған қарай аласыздар. Бір порцияға 150 грамм, 200 грамм қойдың еті керек болады. Біз мына жерде 1,5 килограмм алдық. Қазір су құйып, газ плитаға қойып қоямыз. Газымызға қойып қойдық. Қайнағаннан кейін бетіне шыққан пенкасын аламыз. Қазірше отқа қойып қоямыз. Ішіне біз осындай балғар бұрыш, сәбіз, помидор, пияз, зелень саламыз. Пісуге шамаласқан кезде картошкасын саламыз. Пияз бүтіндей салынады. Піскеннен кейін алып тастаймыз. Және де жай ғана отта 2-3 сағатқа дейін қайната бересіз. Енді осындай зыраны аласыздар да жақсылап езіп саламыз. Зыраның қойдың иісі шығып кетпейді. Осылай овощтарымызды, зырамызды салып, кішкене тұз салып, татымына қарай жай ғана отта 2-3 сағатқа дейін қайнатамыз. Прозрачный, тынық, балғын сорпа болады. Біздің шурпамыз пісті. Неке көріп тұрғаныңыздай сорпасы тынық. Еті езіліп піседі, бірақ осылай селый болып тұра береді. Ас болсын. Бұл шорпаны холодильникте 3-4 күнге дейін сақтап жіберуге болады.